Қайырлы күн, менің достарым. Бүгін сіздерге журналистика бағыты бойынша біраз өзімнің кеңестерімді беруге асығып тұрмын. Журналист деген кім және нағыз журналистке қандай талаптар қажет? Ең бірінші журналистке керекті 4 критерий жайлы айтып берейін. Егер өзіңізді журналист есебінде сезініп, немесе сол мамандықты бітіріп, сол мамандыққа деген өзіңіздің сүйіспеншілігіңіз артып жүрген болса, сіз мына 4 қағиданы ескеруге міндеттісіз. Оның ең біріншісі жазу стилі. Яғни, сіз журналист болғыңыз келсе, журналистика мамандығын таңдасаңыз, ең алдымен жазып білу керектігін басты қағидаға ұстаныңыз. Неге десеңіз, жақсы сөйлеп білу мүмкін, бірақ ойын жеткізіп жаза алмауы мүмкін, адамдардың. Бірақ нағыз мықты журналист боламын деген адам, ол ең бірінші жазу стилін әдемілеп қалыптастырады. Ол жазу почеркісі, қолтаңбасы ондай емес, өзіндік айтатын ойын жіктеп, саралап, керемет сөз тіркесін қолданып, әрбір сөздерді жүйелеп, кестелеп, әрбір сөзді дұрыс орнымен пайдаланып, және соны оқырманына жеткізе білген журналист, ол нағыз машықтанған кәсіби журналистке жатады. Ал ол қалай келеді, ол қасиетті қалай қалыптастыру керек? Оны сізге 4 жыл бойына университет оқытпайды, немесе 11 жыл бойы сізді мектеп журналистикалық жазуға дайындап бермейді. Ол адамға кейбіреуіне талант болып берілуі мүмкін, ал енді бірі жаңағы шығармаларды оқи жүріп, өзін дайындай жүріп, біреуге еліктеп жүріп, машықтанып, өзін дайындауы әбден мүмкін. Енді айтқым келеді, егер сіздің қолыңыздан жазу келмесе, жақсы сөйлей алатын болсаңыз, қолыңызға диктофонды аласыз да, өзіңіздің ойыңызда жүрген тақырыптарды диктофонға түсіресіз. Демек, айналадағы болып жатқан кез келген нәрселерді, сізді алаңдатқан мәселелер, түрлі туындап жатқан ойлар, сіздің ішіңіздегі жатқан айтқыңыз келетін, жазғыңыз келеді, бірақ жазған кезде әдемі жетпей қалатын әртүрлі сізді мазалаған сол ойларды қағаз бетіне түсіру керек болса, ең бірінші оны диктофонға жазып алыңыз. Диктофонға жазғаннан кейін сіз қағазға түсіресіз, одан кейін оны қайтадан жаңағы редакторлық жүйеден өткізіп, түзеп, реттеп, сіз оны жарыққа шығара аласыз. Жазу стиліңіз қалыптасқанша біраз уақыт осылай жұмыс істеуге тура келеді. Ал жазу стиліңізді әдемі етіп машықтандыру және оны дұрыс қалыпқа енгізу үшін ең алдымен сіз сөз тіркесін, мына қазақ тілінің ережелерін жақсы білуіңіз керек. Мақал мәтелдерді, жаңылтпаш, сөз жұмбақ, әртүрлі нақыл сөздер, қанатты сөздер болмаса, сіздің әрбір айтқан сөзіңізге дәлел болып тұратын біздің жырауларымыздың, ата-бабамыздың айтып кеткен сөздерін пайдалануға әбден болады. Ол арқылы сіз әрбір айтқан әңгімеңізді айшықтай түсесіз. Демек, бірінші мықты журналист болудың жолы ол дұрыс жаза білу. Екінші қағида бар. Қаншалықты дұрыс әрі әдемі жазсаңыз, соншалықты дұрыс, нақты әрі дәл сөйлеп үйрену керексіз. Көпшілік алдында сөйлей білу өнері ол сізге туа бітті қабілет немесе тағы да үйренген бір әдет есебінде келуі мүмкін. Біз қандай жағдайда үйренеміз? Біз қажеттіліктен үйренеміз. Кез келген нәрсені адамға қажет болған уақытта ол бірден бойына сіңіріп үйреніп алады. Демек, сіз сөйлемес бұрын аудиторияның жас ерекшелігін анықтап алу керексіз. Қандай аудиторияға келіп отырсыз, кімдердің алдында сөйлейін деп жатсыз, жас ерекшеліктері қандай, оларға қай тақырып қызықты болады. Міне, бірінші осы сауалдарға өзіңіз жауап бергеннен кейін, сіз сахнаға шыққан кезде өзіңізді сенімді сезінесіз және айтқан сөздеріңіз нақты дәлелмен болуы тиіс. Ол үшін ең бірінші, сахнаға шыққан кезде сіз айтатын сөзіңізді ғана ойлап тұруға міндеттісіз. Шашым қалай тұр, киімім дұрыс па, ана жерім бүйтіп қалмады ма, мына жерім сөйтіп қалмады ма деген ой сізді мазалайтын болса, сіз екі сөздің басын құрай алмай, айтайын деп тұрған ойыңыздан жаңылып, сөзіңізді дұрыс әрі нақты жеткізе алмайсыз. Ал әдемі сөйлеп, халықтың назарын өзіңізге аудартып, экран алдында да, камерамен де дұрыс жұмыс жасай білуді өзіңіз қалайтын болсаңыз, ең бірінші мына сыртқы келбетіңіздің дұрыс қалыпта тұрғандығына көз жеткізіп алу керексіз. Ал оған менің беретін кеңесім айнамен жұмыс жасап үйреніңіз. Өтірік айтпаймын, мен 9-шы сыныптан бастап осы әдетті қалыптастырдым. Күнде сабақ киіміммен келемін, сөйтемді айнаның алдына отыра қаламын да өзіммен сұхбат жүргіземін.
маған қалай сөйлеген жарасады, менің шашым қалай тұр, менің көзім қандай, мұрным, ернім, сөйлеген кезде қандай эмоцияға берілемін, ол маған жарасымды ма, менің қылықтарым қаншалықты дұрыс қалыптасқан. Мысалы, соның барлығын мен сараптай жүріп, белгілі бір ретте қазір аудиторияның алдында өзімді еркін сезінем деп айта аламын. Камерада да еркін сөйлеп, мысалға, аудиторияның алдында да қанша адам отырса да, дәл 300 адам не, 3000 адам не, барлығының мен бірдей сөйлесе білу, яғни оны дұрыс қалыптастыру үшін адам өзін бірінші толыққанды біліп алу керек. Көбісі айтуы мүмкін, жоқ, көп адам көрген кезде қобалжимын деп. Әрине, қобалжу әрбір адамда болады. Бірақ ең алдымен сенімділік болатын болса, жаңа айнаң алдында қаншама жұмыс жасасаңыз, сіз өзіңіз біліп тұрасыз. Сізге қай қылығыңыз жарасымды, қай сөзіңіз өтімді болатындығын сіз нақты білесіз, оны зерттейсіз, көресіз. Мен 9-шы сыныптан бастап сол әдетті қалыптастырғалы бері мен қазір көпшілік алдында шынымен еркін сөйлей аламын, ойымды анық жеткіземін. Басында қорқыныш болғанымен, соңында аудиторияның назарын өзіме аударта аламын. Ал оның бір үлкен себебі не десек, ол айнамен көп жұмыс жасағандықтан. Күнде келіңіз, жұмыстан келе салыңыз, киіміңізді тұрма, отыра қалыңыз айнаң алдына, өзіңізбен сұхбат жүргізіңіз. Сәлем, еңлік, осындай, сіз осындай екенсіз ғой, мен сізге былай деп сұрақ қойып, сұхбаттасып, шағын өзіңіз сұхбат жүргізе бастасаңыз, сіз өзіңіздің қылықтарыңызды, эмоцияңызды, сөйлеген сөзіңізді барлығын қалыптастыра бастайсыз. Яғни бұл сізге әдетке айналуы керек. Және аудиторияның жас ерекшелігін неге бірінші назарға алу керек деп айттым. Себебі 18 жас пен 25 жас аралығына қалай амандасу керек, ал 25 жастан жоғарғыларға қалай амандасу керек. Оның да өзіндік бір түрлері бар. Мысалы, сіз 18-25 жастағыларға келіп, сәлеметсіздер ма, осындай тыңдаңыздар мені деп ресми түрде бір мәліметті жеткізе алмайсыз. Оны жастар қабылдамайды. Ал қазір заманауи тактикамен сәлем достар, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз жақсы ма, мен сізге бүгін керемет тақырып айтайын деп тұрмын деп, өзіңіздің көңіл күйіңізді қосып сөйлеп, оларға жастарға тән эмоция сыйлай білсеңіз, олар бірден назарын сізге аударады. Ал үлкен кісілердің алдында сіз салмақтылық сақтайсыз, ресми бағытта сәлеметсіздер ме, бүгін менің осындай тақырыбым бар еді деп амандасу тактикаңызды өзгерте бастайсыз. Демек, аудитория сізді қабылдау үшін бастапқы 30 секундта олардың назарын өзіңізге алдыртып алу керексіз. Назар ауған сәтте сізді соңына дейін тыңдайтын болады. Ал сөзіңіз тыңдалмаса, ол өте жағымсыз, жаман нәрсе екендігін мен айтпасам да түсінікті шығар. Яғни тыңдалмаған сөз жетім дейді. Ал үшінші қағиданы айта кетейін, бұл бір-бірімен тікелей байланысты. Нағыз журналист болсын, қарапайым адам болсын, оның өзіндік образы болғаны дұрыс. Өзіндік образ дегеніміз не? Ол ішкі талғам, сәнді киіну, жарасымды қылық, жарасымды әрекеттер, тағылған әрбір біздің әшекей бұйымдарымыз, біздің боянған бет әлпетіміз, оның барлығы біздің өзіндік образды қалыптастырып тұр. Егер сіз өзіңізге қандай киім жарасатынын білмесеңіз, шаш үлгіңіз қандай болғанын өзіңіздің ойыңызға кіріп те шықпаса, мысалы, кез келген шаш үлгісімен сахнаға шыға салсаңыз, болмаса не боянбай, не әшекейлерді қалай болса солай тағып, түстерді үйлестіріп кие алмасаңыз, онда сіз назар аудартпақ түгіл, мына айналаңыздағы адамдардың құрметін де ала алмайсыз. Ал бірінші бізде айтады, киіміңе қарап қарсы алады, біліміңе қарап шығарып салады дейді. Сондықтан барынша сіз ең бірінші адамның назарын аудартып, құрметі мен бағасын алып алу үшін сәнді киініп, жинақы жүріп, өзіңізді әдемі ұстап, мәдениетті екеніңізді білдірген соң, сіз әрбір шаруаны кез келген ситуацияны шешіп кете алатын мүмкіндікке ие боласыз. Ол дәлелденген нәрсе. Менің өзім кез келген сөйлесулер, келісім шарт, жұмыс барысымен барған жердің барлығында адамның ең бірінші киімге назар аудартындығын аңғарып келемін, және мен оны назардан ешқашан тыс қалдырған емеспін. Киім арқылы көп нәрсені шешіп кетуге болады, образ арқылы көп нәрседен өтіп кетуге болады. Сондықтан сізге айтарым, өзіндік образыңызды әдемі етіп қалыптастырып алыңыз. Барынша айтпаймын, ақшаңызды шашып, осыншама қымбат киініңіз деп. Жоқ, ол талғам деген ол ақшаның жоқтығына байланысты емес. Талғам деген ол адамның ішкі өзіне деген құрметінен туындайды. Сіз өзіңіз ойлаңыз, қалай болса солай киініп жүрсіз ба? Демек, сіз өзіңізді қалай болса солай жақсы көресіз. Тіпті жақсы көрмеуіңіз де мүмкін, өзіңізге деген құрметіңіз төмен болуы мүмкін. Ал өзін жақсы көретін адам ешқашан өзіне жаман киім киіп, ұйпа-тұйпасы шығып, бір күтінбей жүргенді өзі қаламайды. Дұрыс қой?
Олай болса, үшінші қағида ол өзіндік образыңызды әдемі етіп сақтаңыз. Аудиторияның назары да көпшілік жүрген жерде сізге деген бір ерекше құрметті сіз байқайтын боласыз. Сәнді киіну үшін бір стилистке барып, имиджмейкермен жұмыс жасап жатудың да қажеті жоқ. Жарасымды киіну дегеннің өзі сіздің мына бет әлпетіңізге және свет кожи дейді ғой, мысалға, теріңіздің түсіне байланысты сәйкестендіріп киюді әртүрлі видеолар арқылы, кітаптар арқылы үйреніп алуға болады. Оның ешбір қиындығы жоқ. Сондықтан сылтау айтуды доғарып, барынша дұрыс киініп, әдемі образыңызды сақтап жүруге асығыңыз. Төртінші ереже бар бізде. Төртінші ережені айтқым келіп отыр. Ол дүниетаным деңгейі. Жақсы жаздыңыз делік, әдемі сөйлепсіз, дұрыс киініпсіз, таза жүрсіз, кереметсіз. Бірақ дүниетаным деңгейіңіз қай сатыда екендігін нақты анықтап алыңыз, және де сол қаншалықты дамыған екендігіне мән беріңіз. Дүниетаным деңгейі деген не? Ол ақыл. Ол мына біздің айналамыздағы әртүрлі заттар танып білудегі біздің деңгейіміз, көрсеткішіміз. Біреу, мысалға, менің мойнымдағы алқан әдемі деуі мүмкін. Немесе біреуге бұл ұнамауы мүмкін. Әртүрлі пікір бар, иә? Демек, мынадай әртүрлі ұсақ-түйек дүниені әрбір адамның танып білудегі деңгейі, көрсеткіші қаншалықты. Ол оқыған білімі, оқыған кітабы, жиған терген тәжірибесі, көрген киносы, барған театрлық қойылымы, кез келген нәрсе бізге не істейді? Ақпарат сыйлайды. Ал сол ақпарат қаншалықты қанық болып, миымызда үлкен, керемет бір қорытындыға ие болған сәтте, біз дүниетаным деңгейіміздің қай дәрежеде екендігін анықтатып көрсете аламыз. Сондықтан да басқа сыртыңызға ғана ремонт жасай бермей, ішкі әлеміңізге үңіліп, білімдік деңгейіңізді толықтырып, ақыл, сана, сезім, парасат пайымыңызды жоғары дәрежеге көтеріп, дұрыс деген мына біздің айтқан ұстаздарымыздың беріп жатқан кітаптарын оқып, сол жолмен жүріп, әртүрлі видеоларды қарап, киноларды сараптап, сол жерден өзіңізге керекті мәліметтерді алып, әрдайым заманға сай өмір сүрудің жолын қарастырып жүріңіз. Сол кезде сіз дұрыс жаза аласыз, сөйлей аласыз, өзіндік образыңызда керемет қалыптаса бастайтын болады. Дүниетаным деңгейімен көп жұмыс жасаған қыздар мен жігіттер кез келген ортада өз бағасын алатынын ұмытпағайсыздар. Бұл сіздерге берген журналистика бағыты бойынша нақты 4 кеңесім. Керек болса, кәделеріңізге жаратарсыздар.